Сәлем достар, біз бүгін наурызға қарай осындай өте оңай және дәмді тары пирогын жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Қуырылған тарыға қайнаған ыстық сүтті құйып, бетін жауып қойып қоямыз. Пирогымыздың қамыры песочный қамыр болады. Сары майды теркадан өткізіп, қолымыздың бәрін май қылмай, дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Жұмыртқаға қант салып жақсылап араластырамыз. Одан бөлме температурасында жұмсарып, кішкене еріп тұрған сары майды құйып, тағы бір араластырамыз. Разрыхлителмен ұнды жақсылап араластырып алып, одан ситадан өткізсеңіздер, біркелкі түсетін болады. Венчикпен немесе вилкамен осылай араластырып, тағы да қалған ұнымызды қосып, жұмсақ біркелкі қамыр илейміз. Дайын болған қамырды целлофановый пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Шамамен жарты сағат өткен соң қамырмен жұмыс істейміз. Кішкене столдың үстіне ұн сеуіп, қамырды оқтаудың көмегімен сәл-сәл жайып жібереміз. Достар, менің парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Дайын қамырымызды 24 форма диаметрдегі формочкаға салып, қолмен жапсырып шығамыз. Вилкамен осылай бір жүріп өтеміз, бірақ бұл міндетті емес. Формочканың қамырымен тоңазытқышқа жіберіп, салмасын дайындаймыз. Салмасына өте жақсы сападағы қаймақ, яғни сметана саламыз. Описание бөлімінде 100 грамм қант. Тәттілігі көбірек болсын десеңіздер, 20-30 грамм тағы да қант қоссаңыздар болады. 2 жұмыртқа және де кукурузный крахмалды саламыз. Дәміне ерекшелік беретін өте жақсы сападағы сгущенканы қосамыз. Салмамыздың текстурасы біркелкі болу үшін венчиктің немесе вилканың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Видеомыздың басында бөктірілген тарымызды осы салмаға қосамыз. Егер бөктірілген тарыда артық сүт бар болса, онда алдын ала тарыны ситадан өткізіп, артық сүтін төгіп тастаймыз. Араластырамыз, біздің салмамыз дайын. Тоңазытқыштан формамызды шығарып, осы салманы құямыз. Алдын ала қызып тұрған духовкамызға 150 градуста 40 минутқа жібереміз. Мінекей достар, біздің піскен, толықтай суыған тары пирогымыз дайын болды. Наурыз мерекесіне қарай отбасыларыңызға міндетті түрде жасап беріңіз. Алдын ала қуырылған, одан бөктірілген тарының дәмі бұл пирогқа ерекше дәм береді. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған Тоғжан.